Бүгінгі сабақта крючокпен амигуруми шеңберін тоқуды үйренеміз. Амигуруми кольцосы деп аталады. Крючокпен тоқылатын көптеген бұйымдарда осы шеңбермен басталып тоқылады. Мен сіздерге шнурмен көрсетсем, анық көріну үшін, ал сіздер қолдарыңызда бар жіппен тоқи берсеңіздер болады. Осы шеңбермен мысалға салфетки тоқығанда, ойыншықтар, носки, следы, көптеген нәрсе, бас киімдер осы шеңберден басталады крючокпен тоққанда. Ол үшін әуелі сұқ саусағымызға жіпті осылай ораймыз. Крючокты былай кіргізіп, жіпті іліп шығарып аламыз. Ілмек шығарып аламыз. Енді саусағымызды шығарып, былай екі саусақпен былай қысып ұстаймыз. Енді осы шеңберді орай жай бағандар тоқимыз. Бірінші бір бос ілмек тоқып аламыз. Бұл бағанға саналмайды. Осыдан бөлек бағандар тоқимыз. Ол тоқитын затыңызға байланысты, схемасына байланысты. Кейде 4 бағаннан басталады, кейде 6, 5 әртүрлі басталады. Мен сіздерге қазір 6 бағанмен көрсетейін. Міне, бірінші бағанымызды тоқыдық. Осылай 1, 2 бағандар тоққанда міне осылай бос қыламыз. Бүйтіп тартып тастамаңыздар. Осылай бос ұстап тоқимыз. Себебі біз қазір жіп тартуымыз керек. 2 баған кетті. 3, 4, 5, 6. 6 баған тоқып алдық. Енді мына ұшын жіптің былай тартамыз. Міне, осылай жабылды. Енді осы шеңберді тұйықтаймыз. Міне, ең бірінші бағанымыз міне көрініп тұр бізде. Осыған әкеліп, былай бекітеміз. Бекіткенде жай ғана былай ілеміз. Міне, осылай бірінші қатарды аяқтаймыз. Кейбір жағдайда осылай қатарды аяқтап, келесі қатарды былай бастап кетеді. Міне, бір ілмекпен бағанды көтеріп ары қарай тоқиды. Кейбір жағдайда бағанды былай бекітпей, яғни қатарды бекітпей, мына бірінші бағаннан келесі екінші қатарды бастап кетеді. Яғни былай бекітпейміз, былай бірден екінші қатардың бірінші бағанын осылай бірден бастап кетеді. Сонда ол шеңберлер тұйықталмайды, былай спираль тәрізді айналып кете береді. Көп жағдайда солай тоқылады, ал кейбір жағдайда міне осылай бекітіледі. Қазір мен сіздерге осы әдіспен көрсетейін. Міне бірінші қатарымыз аяқталды, бекіттік. Енді келесі қатарларда біз жіпті көбейтуіміз керек, яғни кеңейтуіміз керек. Себебі біздің шеңберіміз үлкею керек. Оны да көрсете кетейін. Міне бірінші қатар аяқталды. Енді екінші қатарды біз бірінші көтеру үшін бір немізді тоқимыз, бірінші ілмегімізді. Енді дәл осы жерге, бұл бірінші қатарға саналмайды. Бұл жай ғана бағанды көтеру үшін тоқылды. Енді бірінші бағанды тоқу үшін дәл осы жерге бірінші бағанды тоқимыз. Мынау бірінші баған бізде. Енді шеңберді үлкейту үшін біз бірінші қатардың мына әрбір бағанына 2-2-ден тоқимыз. Мына бірінші бағанның үстіне 2 тоқимыз. Жаңа біреуін тоқиық. Дәл осы жерге екіншісін тоқимыз. Енді мына екінші бағанның үстіне да 2 тоқимыз. Яғни екінші қатардың үшінші бағанын және төртінші бағанын осы жерге тоқимыз. Енді мына жерге 5 пен 6-ны тоқимыз. 5, 6. Келесіне 7, 8, 9, 10, 11, 12. Яғни бірінші қатарда 6 баған болды. Әрқайсысына 2-2-ден тоққанда екінші қатарда 12 баған болды. Осылай санап отырамыз. Егер шатасып кетем десеңіздер, себебі шеңбер үлкейген сайын шатасып кетуіміз мүмкін. Шатасып кетпеу үшін мына бастаған жерімізге маркер қойып кетеміз. Біздің бастаған жеріміз міне тұр. Осы жерге маркер қойып кетеміз. Қазір мен маркер дайындап алмаппын. Маркер деген не, ол болмаса немен алмастыруға болады, ол туралы видео мен парақшамда бар. Сол жерден қарап алыңыз білмесеңіз. Енді міне осы жерге екінші бағанды әкеліп былай бекітеміз. Егер спираль тәрізді тоқылатын болса, осы жерден үшінші бағанды бастап кетеміз. Енді үшінші бағанда бастауыш міне бір тоқып алдық. Енді дәл осы жерге үшінші бағанның бірінші қатарын тоқимыз. Енді біз үшінші қатарда кеңіткен кезде енді әрқайсына 2-2-ден тоқымаймыз, чередовать етеміз. Яғни бірінші бір бағанның өзін тоқып аламыз. Енді мына екіншіге 2 баған тоқимыз. Яғни 2 мен 3-ті тоқимыз. Енді мына жерге төртінші бағанның өзін тоқып аламыз. Ал мына келесіге 5 пен 6-ны, яғни 2 бағанды тоқимыз. Осылай чередовать етеміз. 7-нің өзін тоқып аламыз. 8 бен 9-ды бір жерге тоқимыз. Сонда бізде барлығы 18 болу керек. Яғни жаңағы 12 бағанға 6 баған қосылады, сонда барлығы 18 болады. Міне үшінші қатарда да тоқып келдім, 18 баған болды. Мына біріншіге әкеліп бекітеміз. Енді келесі төртінші
қатарда екеуін тоқимыз, яғни бірінші екінші бағанды өздерін бөлек-бөлек тоқимыз, 3 пен 4-ті бірге тоқимыз. Келесі 5 пен 6-ны бөлек тоқимыз, 7 мен 8-ді бірге тоқимыз. 9 пен 10-ды бөлек, 11 мен 12-ні бірге, яғни екеуін бөлек, үшіншісінде бірге қылып чередовать етеміз. Сонда 18-ге тағы 6 баған қосылады, барлығы 24 болады. Келесіде тағы үшеуін бөлек тоқып, келесісін бірге тоқимыз, сонда барлығы 30 болады. Одан кейін 36 солай кете береді үлкейіп. Дәл осылай шайнектің астына, табақтың астына қоятын дөңгелек салфетка тоқып алуыңызға болады. Ешқандай узорсыз, бір тегіс болып осындай болып шығады. Дәл қазір сондай өзіңізге қажет нәрсені тоқып алуыңызға болады.